Сәлем, балақай. Мен дәрігер Бобумын. Мен жан-жануарлар дәрігерімін. Бұл менің жұмыс орным. Мен таңғы сағат 8-де жұмыс орнымда боламын. Бізге қоңырау түскен бойда мен жедел жәрдем көлігімен мініп, қоңырау түскен мекенжайға бірден жетіп барамын. Мінеки, балақай, маған алғашқы қоңырау түсті. Аламыз. Жақсы, бәрін түсінікті. Кеттік, балақай. Ауруханадан шығып, жедел жәрдем көлігіне отырамыз. Тездетіп барып, қоңырау шалған мекен жайға жетеміз. Жолда кедергілер кездеседі, оларды айналып өтетін боламыз. Аз қалды. Мінеки, бізге қоңырау шалған маймыл екен. Маймыл бізде ағаштан құлап қалған екен. Маймылды жедел жәрдем көлігіне отырғызып, жатқызып тексереміз. Кәне құрылғы аппаратымен тексерейік. Маймылдың қай жеріне зақым келді екен? Кәнеки, достар, бұл бізде маймылдың сол жақ қолы, сүйектерін орнына орналастырамыз. Мінеки, міне, мына жер. Мінеки, өте тамаша, балақай. Жылама, маймыл, бәрі жақсы болады. Қолына ауырсынбас үшін біз сенің қолыңды байлап қоямыз. Көз жасыңды сүрт, маймыл. Бәрі де жақсы болады. Достар, маймылға көмектесеміз. Жарайсың, маймыл. Маймыл, бұл тәтті саған. Тезірек жазылып кет. Рахмет, дәрігер, рахмет. Тағы да қоңырау шалды. Тыңдап тұрмын, жақсы, қазір жетемін. Кеттік, балақай. Жұмыс орнымыздан шығып, жедел жәрдем көлігін тосып, соған отырып, қоңырау шалған мекенге жылдамдатып жетеміз. Жолда әдеттегідей кедергілер болуы мүмкін. Оларды айналып өтеміз. Массаған, үлгермедік, кәнеки. Бізге қоңырау шалған пингвин екен. Пингвин самокатпен каттелініп жүріп құлап қалған екен. Пингвинді жедел жәрдем көлігіне салып, құрылғымен тексереміз. Қай жері зақымданды екен? Кәнеки, аяғы, қолы, басы. Сол жақ қолында зақым келген екен. Сүйек сынған екен. Сүйектерді орнына қоямыз. Мінеки, балақай. Мына сүйекті мына жерге. Балақай, самокатпен абайлап тебу керек. Кәнеки, пингвин, жылама. Біз сенің қолыңды орап қоямыз дәкемен. Сонда саған ауырсыну қатты сезілмейді. Кәнеки, себеміз. Пингвин, жылама, бәрі жақсы болады. Бұл тәтті саған, ала ғой. Рахмет, дәрігер мырза. Бұл бізде панда. Панданы тексереміз. Кәне, панда, саған не болды? Панданың үстіне тікенектер кіріп кеткен екен. Кәне, арнайы тікенек жұлатын құрылғымен алып тастаймыз. 1, 2, 3, 4. Қорықпа, панда. Бұл майызды жағып қоямыз. Сонда ауырсуы тез басылатын болады. Жарайсың, панда. Бұл пластыр. Пластырды жабыстырып қоямыз. Сонда сенің жараларын тез жазылады. Рахмет, дәрігер. Оқасы жоқ, мынау тәтті саған, панда, ала ғой. Тез жазылып кет. Аю, кіре ғой. Аюды тексереміз. Отыра ғой, не болды, аю? Аюдың аузы олып кеткен екен. Ауызды тазалаймыз. Мына жерінде қалып қойыпты, Шыда, аю, келесі ретте. Жоқ, қорықпа. Аузының тістерін тазалап шығатын боламыз. Жоқ, қорықпа, аю, бәрі жақсы болады. Аздаған уақыт демалып ал. Жарайсың, аю. Рахмет, дәрігер. Оқасы жоқ, мына тәтті саған. Байқап жүр, тез жазылып кет.